Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган линиясы менен уруктуу кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Биз учурда Манас аэропорту Дача суудабыз. Биринчи көрсөтө турган кочкорубуз могу кочкор. Мындан кийин Фердинанддын баласы бар, анан жаш Афган коз кочкорлор. Могу кочкор шедеврди билсеңиздер, ошонун атасы Camel деген кочкордун эң акыркы балдарынан бири экен туугандар. 2023 мартта туулган кочкор экен. Азыр мына сыртынан турган турпатыны сиздер дагы көрүп атасыздар. Параметрлерин дагы айтып беребиз. Куйруктарын артынан бир көрүп коюңуздар, Тиш жаргам? Сарда текиш. Текиш, Тишкасы борчик. Кулагы үшүк алып кеткен. Экөөнүн теңби? Нарт беттин. Бирок беркинчиси деле бырышып турат экен, по-любому, Формасы, кулактын жайгашкандары. Мындай. Могу кулагы бүрүшкөн бирок узунураак экен, өтө катуу экен, Могу кулагынын деле үшүк алып Кулагы узун болгон окшойт эле. Мен жалган айтпайын, мына жерлер турат го, мына. Ушул жерлердин үшүгү алып тур, мына жерлер. Мындай, мына уштары бүрүшүп калып тур туугандар. Бүрүшкөнү кадимкиде билинет. Ушул турушунда канча чыгат го? 20 таза чакпай, өлчөп көрсөтөбүз. Болду, өлчө дегенде. Кырсак, сөктөрүн формасы мощный экенби? Пробник эмеспи? Жок. Буну койдук койдорго. Мына, колечкасын жерге койгон. Руку держи. Сверху. 20 да. А так бул кулак узун кочкор болмок экен эле. Анан жайылган формасындай жанына чоңураак бою. Мына. Жиликтерин кара. Сөктүн жондугун көрсөң. Мага кулагы кызык болуп атат. Мурда кандай болгон экен эле, үшүк албаса мындай жайылган чоң кулак болмок окшойт эле. Жалбырак кулак болмок. Расположение, длина, костяк, бүт формасы. Төштөр. Сүйүнасы барсын. Тишини көрсөтүп коелу. Зубы бошка. Camel акыркы балдары да. Camel өлдү го. Camel, шедеврдин атасы. Ошо Camelдин баласы экен. Шедеврга тектеш кочкор. Баасын канча коебуз муну? Баасын $2,500. Баасы $2,500 экен туугандар. Бул экинчи номердеги кочкор Фердинанддын баласы. Фердинанд Графтын линиясындагы 2 жаштык кочкор Фердинанд өзү. Баягы азыр салмактуулугу боюнча Кыргызстанга мындай кичине атагы таралып жаткан кочкор. Фердинанд өзү жаш кочкор. Фердинанддын баласы. Фердинанддын прямой баласы. Канча жаш? Бул 1 жаш 3 ай болуп калды. Фердинанддын биринчи балдарынан экен, Биринчи балдар ушулар да. Фердинанд. Бул да эки тишпи? Бул да эки тиш. Фердинанд азыр $100,000 басып чыкты го. $100,000 деп атат эсе. Сурап атабы? 50,000 бербедим дейт. Баласы. Уктуңуздар, ушу Фердинанддын баласы экен. Мунун параметрлери кандай? Өлчөп көрсөтөбүз. Болду. Куйрук, төш, белдерин көрсөттүн. Разрезда до конца. На, колдун широкий деген. Бул жагын көрсөттүңүзчү. Так. Канча чыгат болду экен? Мына өлчөңүздөр. 20 таза экен. 20,5 экен даже. 20 деп коер. Кулагы бирок өтө жайылган кулак экен. Жалбыракты. Бизде козусунан бери чоң келген эме да. Канча экен? Кол алты колду. 95ге жетпей экен да. Жоондан мындан карасаң метр түп-түз турат го. Кочкордун жоондугун кара. Эле көрсөтөм. Да. Куйругун разрездер туугандар. Мунун баасын канча коебуз? $2,000 деген басы. Фердинанддын баласынын баасы $2,000. Атасынын копиясы, баштары, кулактары. Коюп жиберсек болобу? Атасы да жаш кезинде ушул эки тиш кезинде кызыл болгон. Биз Фердинандды эки тиш кезинде көргөн болсоң. Тапсай.
Tuğanlar. Bunun klичкасы var жоқ? Klичкасы Гром. Гром. Жетіскейді қой. Десе тұрған несілерді ашылар. Келесекте гигант. Бұл қолға жоғыш па? Қолға жаш бұл. Афган қозы қошқор жіктер. Мына жаш қозы қошқор молочный цвет болып соның қозы екен. Бұл Қырғызстанда туылған бұлар? Ава, күнделі емес, ошо 2300 долларға келген. Штаталары бөлі екен. Шындайдан екеу бар, Охо, соның қозы екен, Афган. Так, құйрығын көрсетіп қойайын. Құйрықтары туғандар. Құйрықтарын қарап қойыңыздар. Бойлу, сулу қоз екен. Құлағы да чоң екен, қозын. Қазір екіншісін шығарғаннан кейін екеуін бош қойып жер тарталы, бош жүргенде көрсетіп қояды. Құлақ қойып өлчек көріп қойды? Давай өлчек. Құлағы 20 екен. Держи, лежит. Олда где-то 70 плюс, да? 70'den жоғарыда. 74 екен, Жаш қозының бойы аншалықты важный емес, чистотасы қазір, сұлулығы. Так. Мұның бағасын қанша қойып, бірінші номердегі алған қозы? 70 мың қойып. 70 мың сом. Бұны бошатып тұрып, екіншісін қармап, анын екеуін бош қойып, көрсетелі. Екінші Афган қозы қошқор. Екеуі бір қору, бір емеу? Так, бірмен екеуі бір дейін екен, Бұның бойы кісілік кейден. Құлағы адам қысқарақтан апыдан. Тәтіге ал күштірі екен, негізі. Күнде өлчек қойыз? Қанша айлықтар өзі бұлар? Бұлар 3 айлықтар да. 3 айдан өткені. 3 айлық. Амин. Ой, екеуі бірдейлі оқшайды қой? Бірдейлі екен анна. Тәтек чоң көрінеді екен да, көрінісіне. Жақып алды да. Ал ұзынырақ қана, көбірек жолында. Мұның басын қанша қойыз? 50 қойыз. Құлағын өлчең бошаттың, екеуін көрсетіп қойын. 18 екен. Болды, 60 қайт. 60 қайт. Наоборот, мұнау жашырақ екен, қозы жүні екен. Мұнау айырмасын қараңыздар, тәттігі менен мұның. Жүні, қозы жүні екен. Мұны қой. Ұзынырақ тағы да. Чоң екен, жаңағы кішіне өлчек қойды оқшайды, Бұтын талтайды. Афган қозылардың үшіншісі да бар екен, үшіншісі да шығып атады. Бұлар да ошолар менен бір-бір? Ооба, бұлар менен. Ең жашы ушул екен, Бұның жашырақ. Бұл уже бойлы қозы жүнді көрініп тұрады. Бұның бағасын қанша қойыңыз? 50 мың. 50 мың, Көктері жоғын көрінді. Құлақтарын өлсең, мұнан бошат олын. Бұлардың немесе ақма құлақтар да болады. Барын бойы бір дейл екен, 70-тен ашып тұрады. Құлағы ұзын. Құлағы 19 екен. Жырмауы дейді.